Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз өте дәмді үйде дайындалынатын батон нандар жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоның астына, яғни описаниеге керек заттар жазып қоямын. Алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, үстіне жылы суымызды құямыз. Және де сұйық майымызды құйып, сұйық майымыз біздің нанымызды жұмсақ қылуға көмегін береді. Және тұзымызды, ашытқымызды салып, силиконды қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Қамырымызды илейміз. Қамыр илеген ыдысымыздың астына қолымызға жаспас үшін сұйық май құямыз. Ашытқан қамырымыздың бетін пищевая пеленкамен жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз ашып дайын болды. Осылай бір формаға келтіріп алып, қамырымызды теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай дөңгелетіп дайындап аламыз. Және кезегімен алып, батон нандарымыздың формасын жасайтын боламыз. Ол үшін қамырымызды осылай жайып, батон нанның формасына келтіріп, орайтын боламыз. Осылай дөңгелетіп ораймыз. Арасын тығыз қылып ораудың қажеті жоқ, өйткені батон нанымыздың іші тығыз болып, әдемі көрінбей қалады. Табамызға осылай пергамент қағазын төсеп алып, арасын видеода көріп тұрғандарыңыздай бөлетін боламыз. Нанымыздың жан жағын видеодағыдай бір-бірімен біріктіріп қоямыз. Міне нанымыз дайын. 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Міне көтеріліп шықты. Пышақтың көмегімен осындай кескіндер қалдырып, үстіне су сепкілейміз. Және де електің көмегімен осылай ұнды әсемдеп шықсаңыздар болады. 200 градуста қызып тұрған пеште 30 минутта пісіріп аламыз. Міне нанымыз пісіп шықты. Көргендеріңіздей қызарып, әдемі болып шығады. Мен сіздерге ыстық күйінде кесіп көрсетіп жатырмын. Нанымыздың дәмі өте дәмді болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда түрлі рецепттер болады. Астарыңыз дәмді болсын.